Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Каналымда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен бүгін сіздерге бет күтіміне арналған маска жасап көрсетемін, және де маска жасамастан алдын бетіңізге қандай тәртіппен бетті жуу керек екендігін көрсетемін. Көбісіңіз білетін де шығарсыз, ал білмейтіндеріңіз де бар шығар. Ол үшін бірінші қолымызды жақсылап көпіртіп жуып аламыз. Міндетті түрде қолымызды кез келген сабын сумен немесе кір сабынмен де жуып тазалап алыңыздар. Қолымызда біздер міндетті түрде микроб болады, сондықтан осылай жақсылап жуып алуға тырысыңыздар. Енді қолымызды жуып шайып тастаймыз. Беттеріңізді міндетті түрде жылы сумен жуыңыздар. Өте ыстық емес, өте салқын емес сумен жуыңыздар. Міндетті түрде суларыңыз жылы болсын. Енді мен күнделікті қолданатын сабыным осы Корей сабыны. Бұны мен күнделікті осы сабынды қолданамын. Өте керемет. Реклама жасап жатқан жоқпын. Сіздерде осындай осы сабынды қолдансаңыздар болады. Міндетті емес, қалаған сабындарыңызбен жусаңыздар болады. Енді қолыңызға аз мөлшерде құйып, осылай жақсылап көпіртіп барып, бетіңіздің бүкіл жеріне жуып шығыңыздар. Бетіңіздің мұрныңыздың айналасына еш жерін қалдырмай жақсылап жуып, жылы сумен жуып тастаңыздар. Енді мен сіздерге аптасына 2 рет немесе 3 рет қолданатын керемет масканың көрсетемін. Бірінші біздерге қиярымызды жақсылап жуып, сыртын ашып, теркамыздың ұсақ бөлшегімен осылай өткізіп аламыз. Ең бастысы біздерге қиярымыз сіздерде үлкен болса, жартысын ғана қолдансаңыздар болады. Енді үстіне картоп крахмалын саламыз. Біраз қасық салып жақсылап араластырамыз. Сонан соң барып үстінен жұмыртқаның сарысын саламыз. Бұл масканы жасамастан алдын міндетті түрде қолыңызға тексеріп көріңіздер. Сонан соң барып үстіне жұмыртқаның сарысын салып жақсылап араластырып, аптасына 2 рет немесе 3 рет қолдансаңыздар болады. Беттеріңіз кәдімгідей ағарып, керемет болып шығады. Осы масканы жасағаннан кейін барып, міндетті түрде бетіңізге күннен қорғайтын SPF кремдер жағып алыңыздар. Міндетті түрде күндіз күні беттеріңізге SPF крем жағып жүріңіздер. Енді бұл масканы жаңағы кисточкамен немесе қолыңыздың көмегімен жағып 40 минутқа қалдырып, сонан соң барып жылы сумен жуып тастаңыздар. Енді мен сіздерге беттеріңіз құрғақ болса, күндіз күні қолданатын тоникті көрсетемін. Тоник үшін біздерге қияр қажет болады. Қиярымыздың сыртын жақсылап жуып, сонан соң барып теркамыздың ұсақ көздерінен осылай өткізіп аламыз. Беттеріңіз құрғақ болса, күндіз күні жағып жүрсеңіздер болады. Мен бұны күнделікті пайдаланып жүремін. Өте керемет. Және де беттеріңіз жұмсақ болып жүреді. Міне өткізіп алдық. Енді ситадан осылай суын сырғып аламыз. Немесе жаңағыдай бинтпен суын сырғып алсаңыздар болады. Ең бастысы суын жақсылап осылай сығып алыңыздар. Міне қиярымыздың суын алып алдық. Енді біздерге 3 ас қасық сүт қажет болады. Сүттің пайызы бұл жерде маңызды емес. Ең бастысы сүтті құйып, жақсылап араластырып, таза жерге, салқын жерге, холодильнигімізге сақтап, күнделікті күндіз күні жағып жүріңіздер ватный дискпен. Және де беттеріңізді ылғалды етіп жүреді. Өте керемет тониктардың бірі. Менің видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.